галтельді қанша бір-біріне сәйкестіріп жабыстырғанның өзінде краскадан кейін мына стиктер көрініп қалады. Сол стиктерді көрінбес үшін қалай істейміз? Аламыз да мынау финиш жағып жатырмыз ғой қазір. Осылай алып үш жағына. Енді қараңыздар, шпательді осылай тартамыз, осы бойынша. Сол кезде мінекей көрінеді. Галтельдің қай жері сай, қай жері дөңгелек. Бұл жағдайда қарап отырсаңыздар, мына галтельдің үш жағы сәл кіріңкі болғанда, осын толтырып кету керек. Толтырып кетеміз. Жақсылап әдемі асты жағын барлығын асықпай. Шпательді осылай ұзыннан тартамыз. Болды, сосын кепкен соң шкурка жасап, краскілей бересіздер. Сол кезде стигі ошым көрінбей кететін болады. Егер видео пайдалы болған болса, комментарияға 70 деп жазып кетіңіздер.